осы сұрақты қойып жатады негізі. Әке шешемді айтып жатады, үйленетін кез келді ғой. Әкем келген кезде айтып қояды, сен тез біреуді любой бір қызды алып келді, бала тұрды да бізге тастап кетті, өзің қаңғырып жүре бер дейді да, спортымен айналысып. Енді бізге бала керек, бала сүйгіміз келеді дейді да. Енді оны бұрында айтпайтын. Кейін кезде көп айта бастады. Одан кейін мынау қай жерге бармасам да осындай сұрақ қояды, достарым да үйленсеші деп, достарымнан анау өзім бала жандымын да, ұлын жібермей өскен кезде саған өз балаң болса вообще сен өлесің деп. Сондықтан енді қазір енді спортшымын ғой, қазір уақыт жоқ. 4-5 айлап шетелде жүрем. Сондықтан енді қазіргі алдыға қойған мақсатым, жоспарым ол енді қазір осы алда келатқан 4 желтоқсанда болатын жекпе-жекте жеңіске жетсем, Алла бұйырса, одан кейін тағы бір жаңағы датсик деп отырмыз, 160 килограмм дәумен шығуым керекпін. Келесі жылды сол жаздың аяғына дейін осы алдыға қойған жоспарымды орындап тастап, одан кейін UFC-мен контрактқа отырып, Америкаға барып, UFC-дан келгеннен кейін үйленсем деген осындай арман жоспарым бар. Жалпы UFC-мен контрактқа отырсаң, қыз точно табылады о кезде. Өзі келеді. Енді қыз бар, енді мен өзім шет жағынан бақылап жүрген қызым бар. Мен өзім осы спорт жолында былай қарап отырсам, бір айдан көп араласқан жүретін қызым да болмапты да былай жалпы кезде. Сондықтан енді Өлдеп па сонда? Енді уақыт жоқ, енді ол қазіргі қыздарға уақыт керек қой, уақытын бөлу керек. Мен таңнан кешке дейін жаттығуым бар, өзім жеке ісім бар, сондықтан қолым бос емес. Одан кейін жаңағы кішкентай кезімде мен 11-ші сыныпта оқыған кезде жаңағы бойым кішкентай болатын. Бойым бірде 63 па сондай болатын. Классымда ең соңғы тұратын. Соны күнде мектептен келгеннен кейін әкеме айтады екенмін да жылап. Мен бойым қашан өседі, неғып мен кішкентаймын деп. Папам айтатын, неғып сен бой ұзын әйел алмадың деп сөйтіп жылайды екен да. Жаңа 8-ші сыныптан бастап ең кішкентай болдым да. Сонымен әкем айтқан болатын, ертең сүйем деп бір кішкентай әйел алып келсең, мен сені де әйеліңді де үйден қуып жіберемін деп. Сондықтан енді қазіргі мен қарап жүрген сыртынан қарап жүрген қыз бар, жаңағы бойы ұзын, оның екеумізден сол енді әкем айтпақшы, бір мықты спортшы, осы ел намысын қорғайтын мықты чемпиондар туатын сияқты.